Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де әлі сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен өте керемет бауырдан пирог жасаймыз, торт жасаймыз яғни. Ең алдымен бізге осылай бауырды пленкасынан ажыратып, 400 грамм немесе 400-500 грамм бауырды тазалап, дайындап, турап қою қажет болады. Және оны ет өткізгіштен немесе осындай мен сияқты блендердің көмегімен шығаруыңыз қажет болады. Осылай шығарып дайындап алғаныңыздан кейін оған келесі ингредиенттерді қосасыздар. Осылай сұйық майды қосу қажет болады. Кейіннен сұйық майды қосқаннан кейін оған бір шай қасық тұз қосу қажет, және әртүрлі приправа немесе бұрышты қоссаңыз да болады, бірақ мен оны қолданбадым. Осылайша барлық ингредиенттерді қосасыз және 2 жұмыртқаны қосуыңыз қажет болады. Жұмыртқаны міндетті түрде 2-ін қосыңыз, немесе сіздің блиныларыңыз ұқсамай қалуы мүмкін. Және осылай блендердің, миксердің көмегімен осылай бәрін бір-бірімен біркелкі болғанға дейін араластыруыңыз қажет болады. Және барлығын осылай жұмыртқаны, осы қосқан заттарымыздың барлығын араластырып болғаннан кейін оған 1 стакан сүтті құюыңыз қажет болады. Сүтті разница жоқ, піскен немесе піспеген болса да, ол сізде қандай сүт болса, соны қоса берсеңіз болады. Және осылай араластырамыз, біркелкі болуы қажет болады. Және оның үстіне осылайша ұнды қосуымыз қажет болады. Ұнды да жаймендеп қосыңыз. Мен барлығын ингредиенттердің мөлшерін төменгі описанияға жазып кетемін. Соған қарап істесеңіздер болады. Бұл блины менің рецептіммен өте керемет және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және әр қонақтарды столға қойсаңыз ұнайды деген сенімдемін. Осылайша ұнды қосқаннан кейін барлығы біркелкі болуы қажет болады. Барлығын араластырыңыз. Және оны осылайша қызып тұрған табада пісіруіңіз қажет болады. Мен блиныйдың табасыны астын сәл ғана біріншісінде ғана майлап пісірдім. Енді маған видео түсіру үшін осылайша маған неудобно болды, бірақ келесі видеоны көрсеңіздер, барлығы біркелкі осылайша бір блины болып шығады. Енді мына жерде мен видео түсіргенмін, сол үшін де полный табаға құйылған жоқ, бірақ бір осы табаны толтырып қойсаңыздар домалақ болып әдемі болып шығады. Дәл осы мына видеода көрсетілгендей етіп. Және осылайша шеттері сәл қызарғаннан кейін оны астына өзіңізге қолайлы қолыңызға ыдысты алып алыңыз, вилка немесе қолыңызбен аударсаңыз да болады. Осылайша арғы жағын аударуыңыз қажет. Өзі негізінен бірінші жағы сәл жай піседі, ал мына ішкі жағы тез піседі, екінші жағы. Кейін ішінде начинкасы типа торттың кремі сияқты майонез бен чеснокты қолданасыз. Және бұған сәбіз бен пиязды қуырып, соны начинка ретінде қолдансаңыз да болады, бірақ маған ол ұнамайды. Сол үшін де мен тек қана майонезге чеснокты араластырып, және оған укропты да қосып жіберсеңіз болады, өте дәмді болып шығады. Осылайша майонез бен чеснокты сіздің блиныларыңыздың әрқайсының арасына жеткілікті болғанға дейін мөлшерін өзіңіз қосыңыз. Мен төменгі мөлшерін жазбаймын. Неге десеңіз, біреулер майонез көп болған ұнатады, біреулер аз болған ұнатады. Сол үшін де жазбай кетемін. Сосын осылай тортыңызды жинауыңыз керек. Барлық бір блинini қойғаннан кейін арасына осы кремімізді жайғамыз, және кейінгісін қойып, осылайша блинилардан тортты собирать етуіміз қажет болады. Осымен біздің блинымызды, яғни тортымызды біз жинап болдық. Осындай өте керемет, өте дәмді және өте ерекше болып шығады. Мен үстіне осы укропты қолдандым. Ол ерекше дәм беріп тұрады, және арасына да сіздер қоссаңыздар болады. Осылайша біздің печеночный тортымыз дайын. Егер де сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
обязательно менің каналыма подписаться етіп колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Келесі көріскенше.